Біздің проблема санап жүргеніміз шын мәнінде болмашы дүние ғана. Қабылдауыма келген бір әйел өзінің бет-әлпетін, әсіресе тісінен қатты қымсынатынын, бір дайын-тесттен екіншісіне барып жүріп, әлгілер өзін бұрынғыдан да кеспірсіз қылып қойғанын қапаланып қайталай беретін. Мұрнына жасатқан пластикалық ота да сәтсіз шықты. Әр маманда қолдан келгенін жасағанымен нәтижесі өзінің тартымсыздығы туралы. Әйелдің пайымы түсінігі нағыздай түсті. Шынтуайтына келгенде, оның проблемасы сыртқы кескін келбетінен емес, өзін ұсқынсыз санайтын иманынан туындаған еді. Тағы бірде аузына жағымсыз иіс шығатын бір әйел қабылдауыма келді. Ол сөйлегенде қасында тұру мүмкін емес. Пастор болуға да дайындалып жүр екен. Сырт көзге мінез құлқы лайықты әрі тауфиқты көрінеді. Алайда кей кездері біреу жолын кесіп, мансабын мұқсап етуі мүмкін екенін ойлағанда, бойын ашу-ыза кернеп, қызғаныштан құрсауы қылғындырып тастайтын. Осындай ішке бүккен күмәнді ойлары оның аузынан жағымсыз иіс шығуына әсер еткен. Кейде жүрегі жұмсақ, ниеті ізгі жанның кейпіне еніп қылмысып баққанымен одан жеркенішті леп есіп тұратын. Тағы бір мысал келтірейін. Шешесі қабылдауыма алып келген кезде бос баланың жасы 15-те еді. Ол Ходжкин дертіне шалдыққан. Небәрі 3 айдай өмір қалыпты. Шешесінің несі шығып кеткен. Сол себепті онымен тіл табысу қиын болды. Ал бос бала ақылды, байсалды, әрі өмір сүруге аса құштар екен. Ол айтқанымның бәрін бұлжытпай орындауға, тіпті олай дағдысымен сөйлеу мәнерін өзгертуге де даяр болды. Ажырасып кеткен ата-анасы күн құрғатпай ұрысқан. Жасөспірім бала отбасы ошақ қасы жайландағы жөндегі ештеңе білмей өскен. Бос бала актер болуды армандады. Атақ даңққа, байлыққа ұмтылу, оның шаттық сезімін бастан кешіру қабілетін асқақтатты. Ол танымалдылықты қана абыройға бөлеп, молшылыққа кенелеріне сенді. Мен баланы өзін-өзі ардақтап сүйе білуге үйреттім. Нәтижесінде ол ауруынан жазылып кетті. Қазір ер жетіп Бордовийде өнер көрсетіп жүр. Өмірдің қуанышын сезіп, өзін құрмет тұтуды үйренген бойда оған спектакльдерден рөлдер ұсына бастады. Артық салмақ мәселесі де қыруар күш-қуатымызды керексіз жерге жұмсайтынымыздың бір мысалы. Клиенттердің көбі жылдар бойы салмағын кемітуге тырысады. Бірақ бұл талпыныстың бәрі бос әурешілік. Олардың пікірінше, семіздік бүкіл келеңсіздіктің, сәтсіздіктер мен ауыр сырқаттың түп тамыры. Менің ойымша, артық салмақ олардың үнемі үрейленіп, қорқынышпен жүруі, немесе қорғанышты қажетсінуі сияқты құпия әрі жасырын проблемаларының сырт көрінісі ғана. Бойымызды қорқыныш билеген кезде өзімізді қауіпсіз сезіне алмаймыз, немесе олқылығымызды, опымызды да қалқа тұтып, қорқыныш еткенде салмақ қоса береміз. Артық жеген тамақ үшін өзімізді кінәлі санап, толықтыққа тұқтырту әрі тамағының калориясын тынбастан есептей беру, уақытты текке сая қылу. Егер мұны мойындамасаң, онда 20 жылдан кейін де осы қалпыңызда қаласыз. Өйткені нақты проблемамен айналысуға әлі кіріскен жоқсыз. Ал бұған дейін жасаған әрекеттеріңіздің бәрі тек қорқынышты қоюлатып, қауіп сезімін күшейте түсті. Сондықтан қорғанудың амалы ретінде артық салмақ қоса бердіңіз. Сонымен әрине диетаға көңіл бөліп, иек
артпағаныңызды қалар едім. Бәрібір олардан пайда жоқ. Бірден бір тиімді амал ақыл-ой диетасы, яғни теріс ойдан бір жолап ас тарту. Қабылдама келгендерге кәнекей, уақытша бұл проблеманы бір шетке сырып қоя тұралық. Әуелі басқа мәселемен айналысайық деймін. Өте семіз немесе бір қыз айтпақшы, тым томпақ болғандықтан клиенттер өзіне риза болмайтынын жиі айтады. Оларға мұның себебі өздерін сүймеуде жатқанын түсіндіремін. Тірі жүргенімізге қуанып, өзімізді құрметтеп, жан дүниенің жарасын сақтай біліңіз. Сонда семіздіктен қысқа уақытта арылғаныңызды аңғарып таңғаласыз. Клиенттерге өмірін өзгерту қаншалықты оңай екенін түсіндірген кезімде маған ашуланып шыға келеді. Оларға мен өз мәселелерін жете түсінбейтінін сияқты көрінуім де мүмкін. Бір әйел ренжіп, сізге өзімді сүю үшін емес, диссертациямды жазып шығуыма септігіңіздер деген оймен ғана келдім, деді. Оның басты проблемасы өзіне еш көңілі толмайды екен. Ал бұл өмірдің барлық саласына, оның ішінде ғылыми жұмысына кірісін тигізген түсіне қойдым. Осынау кілтипатынан бір жола айырылмайынша ол еш жерде ешқандай табысқа жете алмайды. Сөзімді соңына дейін тыңдамастан әйел көз жасын көлдетіп кете барды да, бір жылдан соң баяғы проблемасына тағы бірнешеуін жалғап күнде қайта оралды. Кейде адамдар өмірін өзгертуге даяр емес, сол үшін оларды жазғыруға да болмайды. Есіңізде болсын, бәріміз белгілі бір уақытта өзгере бастаймыз. Мен мысалы өзімнің өмір сүру салтымды 40 жастан кейін өзгертуге кірістім. Шынайы проблеманың төркіні. Сонымен клиентіміздің алақандай айнадан өзін көріп көңілі қатты түсті. Мен жымиып, жақсы, енді нақты проблемаңызға көшейік. Сізге бөгет жасап, кедергі келтіретін нәрсенің бәрінен айырыламыз дедім. Оған өзіңді сүю дегеннің не екенін және ол өзіңді сынап мінеу әдетінен бас тартудан басталатын тәтпіштей айтып түсіндірдім. Адамдардың бет әлпетіне барлай қарап, өзіңізді сынап мінейсіз бе деп сұраймын. Олардың менің сұрағыма реакциясы көп нәрсенің аңғартады. Я, әрине. Бұрынғыдай жиі емес, анда-санда өзімді сынамасам қалай өзгеремін? Жұрттың бәрі өзін-өзі сынамай ма? Деді. Біз жұрттың бәрі емес, тек сіз туралы айтып жатырмыз ғой. Өзіңізді сонша сынап мінейтіндей не болды сізге деп жауап қайтарамын. Олардың жауабын тыңдай келе тізім жасаймын. Ол тиіспін. Естігісі бар тізімге өте ұқсас болып шығады. Клиенттер өзін тым биік талап толық, арық, томаға тұйық, кәрі, жалқау, жас, ажарсыз санайды. Бір қызығы тіпті аса әдемі, әрі сүйкімді әйелдер де тап осылай жауап қайтарады. Біз тым сөзін жиі әрдайым дерлік еститінімізге назар аударыңыз. Ақырында олардың өзіне өзі көңілі толмайтынын көзіміз жетті. Алақай проблеманың түп төркінін таптық. Олар өзіне көңілі толмағандықтан өз-өзін сынай береді. Әп сәтте мұнай қорытындыға келгенімізге клиенттер әрдайым таңғалады. Енді артық салмақ, қаржы жетіспеушілігі немесе шығармашылық қабілеттің төмендеуі сияқты жанама әсерлерге бас қатыруымызға болады. Біз бар күш-қуатымызды осындай проблемаларды жоюға жұмсауымыз керек. Өзім бір бөлшегі саналатын тіршіліктің толассыз ағынында бәрі тамаша, тұтас әрі кемел. Жаратқан мені қолдап, қорғап, бағыт-бағдар береді. Мен жан дүниеме, өткеніме үңілуден қорықпаймын.
Өмір туралы түсінгенім кеңейе түсті. Мен жай ғана толғау емеспін. Өткен және осы шақтағы, болашақтағы болмысымнан биікпін. Енді мен ғаламат болмысты танып білу үшін жеке бастың қамынан биік тұруды қалаймын. Мен өзімді сүюді үйреніп келемін. Менің әлемімде бәрі тамаша.